Ресейде сатылатын хаги-ваги ойыншықтарының көпшілігінде денсаулыққа қауіпті фенол мөлшері өте көп деп хабарлады Түркістан кз. Роскачество басшысы Елена Царицеваның айтуынша, түрлі түсті ойыншық қыбжықтарының 18 үлгісін анықтау кезінде 90% жағдайда фенолдың жоғарылауы анықталған, ал ойыншықтардың кейбірі уыттылық көрсеткішіне сәйкес келмеген. Бұл туралы delo.ru сайтында жарияланды. Фенол жүйке жүйесіне әсер етеді. Атап айтқанда, аталған ойыншықпен ұзақ ойнаған бала ұйқышыл бола бастайды. Сондай-ақ бас айналу мен бас ауруын да тудыруы мүмкін. Нарықта хаги-ваги және оның достары киси-миси, сиси-блиси, лили-мили және басқалардың техникалық регламенттерді қамтамасыз етуді қажет етпейтін кәдесыйлар ретінде сатылады. Роскачество 2023 жылдың 2 тоқсанда өтетін өнеркәсіп өнімдерінің заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында бұл өнімдерді сатуға қойылатын талаптарды күшейтпекші. Монстрларда балаларға арналмаған белгі болу керек, немесе ойыншық ретінде сатылатындықтан қауіпсіздік сертификаттары енгізілуі қажет. Атап айтқанда, хаги-ваги бүкіл әлемге танымал Poppy Playtime деп аталатын қорқынышты компьютерлік ойынның кейіпкерлері.